Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымды бұрын-соңды көріп жүрген болсаңыздар, менде кілең ауылға қатысты видеолар салынады. Егер ұнап жатса, видео міндетті түрде лайк, комментарий тастап, подписаться кнопкасын басуға ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі видеом не туралы болмақ? Өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай, бүгін папамыз үйге ет әкелген болатын. Негізі морозилькте ет азайғаннан бастап, мен қақсай бастаймын. Ет бітті деп етіміз азайып, содан папамыз сояды, мал сояды үйдегі малдардан бірінен, болмаса семіз малдар кездесіп жатса сатып алып келеді. Бірақ соятын мал болмағандықтан, өйткені қазір көктем, білесіздер, бізде аткорм үйде ұстамаймыз, ал көктемде малдың барлығы өріске шығып, кішкене күйсіздеу болып тұрады. Сондықтан ауылда бір таныстарымыз жылқы сатып жатыр екен, содан бір аяғын сатып алып келіп, мен сонымен бір күн бойы сол еттің қамымен жүрдім. Ең бірінші ол етті тұздап, су сорғысын деп жарты күн жайып қойдым. Бір түн тұзбен қойдым, жарты күн жайып қойдым. Жарты күн жайғаннан кейін үстіне газет немесе таза орамалдарды сорықтырғаннан кейін оларды үйге кіргіздім. Көріп тұрғандарыңыздай салафандарға бір-бір асым ретінде саламын. Өйткені морозилькке түскеннен кейін ол етті таба алмай қаламыз. Сондықтан бір-бір асым ретінде немесе қуыруға, міне көріп тұрсыздар, фарш қылып та салып жатырмын. Барлығын жан-жақты дайындап алып, міндетті түрде бір рулон салафанды сол етке арнап, салып дайындап морозилькке атып ұрамын. Рахат, содан кейін морозильктен аламыз да шетінен дайындай береміз. Балаларға да ыңғайлы фаршпен түрлі тағамдар дайындаймыз. Және қонақ келсе бір асметті суырып алып аса қоямыз. Ал видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк тастаңыздар.